Аспирин деген не? Аспирин ацетилсалицил қышқылы, қабынуға қарсы, ауырсынуды басатын және қан сұйылтатын дәрі. Ұйықтар алдында ішу жайлы пікірлер. Кейбір дәрігерлер қан тамырларын бітелуден, тромбтан қорғау үшін түнде аз дозада, әдетте 75-100 мың аспирин қабылдауды ұсынады. Бұл әсіресе жүрек қан тамыр аурулары бар адамдарға қатысты, инфаркт, инсульттің алдын алу үшін. Аспирин түнде қабылданса, таңертеңгі жүрек талмасы қаупін азайтуы мүмкін деген зерттеулер бар. Пайдасы: қан ұйғыштарының пайда болу қаупін азайтады. Жүрек пен ми тамырларын қорғауға көмектеседі. Кейде жеңіл бас ауруын, дене қызуын түсіреді. Зияны мен сақтық: асқазанға ауыртпалық түсіреді, жара, қышқылдықты күшейту. Қан кету қаупін арттырады. Бауыр, бүйрек, асқазан аурулары бар адамдарға қауіпті болуы мүмкін. Балаларға және жүктілерге дәрігерсіз ішуге болмайды. Аспирин ауырсынуды басатын, дене қызуын түсіретін және қан сұйылтатын дәрі. Ұйықтар алдында аз дозада қабылдау жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуда көмектесуі мүмкін. Бірақ оны тек дәрігер кеңесімен ғана қолдану қажет, себебі асқазанға зиян тигізіп, қан кету қаупін арттырады. Қысқасы, пайдасы бар, бірақ әркімге бірдей емес, міндетті түрде дәрігер бақылауымен ішу керек.